Бейнеролик BRICS-Bet компаниясының қолдауымен түсірілген, тек сол жерде жоғары коэффициенттер, оперативті қызмет және де жедел төлемдер. Егер спорттан хабарларыңыз мол азамат болсаңыз және де аз емес ақшаны тез арада көтергілеріңіз келсе, дәл осы компания сіздерге арналған. Еске салайық, тек осы жазда тегін бонустар мен керемет конкурстар ұйымдастырылады. Бас жүлде су жаңа iPhone XS ұялы телефоны. Жандос промокодын қолданып, жеңімпаз болуға асық. BRICS-Bet сілтемесі төменде. Ең үздік 5 матчтер айдарынан келесі санын көпшіліктеріңіздің өтініштеріңіз бойынша каталондық Барселона жалғастырады. Сәлем достар, сіздермен Жандос Аблайхан. Испандық клуб 2 мәрте требл жасап, басты қарсыластарын Реалды бірнеше рет ойсырата жеңіп, тіпті керемет камбэктердің авторы атанып үлгерді. Қысқасы бүгін өте қызық болады. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Рейтинг ташатын әрине Бернабеудегі Реал жанкүйерлері үшін өте қаралы күннің классикосы. Ішкі чемпионаттағы бірінен соң бірі жалғасқан сәтсіздіктер аздай, Рафаэль Бенитес бастаған патшалық клубтан футболшылары өз алаңдарында Барселонадан 4-0 есебімен ойсырата жеңіліс табады. Сол матчте Луис Энрикедің жігіттері клубтан басты жұлдызы Лео Мессидің көмегінсіз ақ керекті үш ұпайды тауып қана қоймай, басты қарсыластарының қиналғандарын көріп ләззат алып қайтады. Төртінші орын 2010 жылғы Чемпиондар Лигасының 1-4 финал аясындағы лондондық Арсеналға қарсы жауапты ойын. Алғашқы Эмирейтс стадиумда қос команда 2-2 есебімен тең тарқасады. Жауапты Камп Ноудағы матчте Барса Арсенал үшін ерекше 4 санын естеріне салып 4 гол соғады. Алғашқы голды Арсенал соқса да 3 минут өтпей жатып, Мессидің танымал покері басталады. Барса жартылай финалға өтсе де, ол жақта оларды нәтижесінде чемпион атанған Мауриньоның Интері күтуде болады. Үшінші орынды 2015 жылғы Чемпиондар Лигасының финал алады. Бұл матчте жеңіске жету каталондықтар үшін де Бианконериге де аса маңызды болды. Сол себепті екі клубта қорғанысты басты назарға алады. Десе де матчтың 4-ші минутінде Ракитич есепті ашады. 55-ші минутте Марата есепті теңестірсе де, Луис Суарес бен Неймардың голдары жеңісті сенімдетеді. Екінші орын тағы да Реал. 2011 жылғы Эль Классиконы Реал жанкүйерлері мүлдем ұмытуды армандайтын болар. Себебі дәл сол матчте каталондық клуб Икер Касильястың қақпасына жауапсыз 5 гол соғады. Барса жанкүйерлері кейде тіпті Жерар Пике әлі күнге дейін алақандарын ашып 5 санын көрсетіп, Реал жанкүйерлерінің қытығына тиюге тырысады. Және де бірінші орын әрине ПСЖ-ға қарсы феномендік камбэк. Алғашқы Парк де Пренс алаңындағы матчте Парижді клуб Блаугран қақпасына жауапсыз 4 гол соғады. Жауапты матчте Луис Энрикенің жігіттері 90 минут бойы ПСЖ футболшыларын мазақ қылып, ортақ есепті теңестіреді. Алайда 62-ші минутте Кавани гол соқса да, Неймар дубль жасап, Серхио Роберто алтын голдың авторы атанады. Матчте күмәнді пенальти мен симуляциялар болса да, ең бастысы тарихқа камбэк қана кіреді. Келесі кезекте қандай клубты негізге аламыз? Ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңізді комментарияға жазып, арнамыздың басқа желдегі парақшаларына жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.